Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға көршіңмен тату бол атты әңгімемді ұсынғым келеді. Әңгімемізді бастамас бұрын арнаға тіркеліп алсаңыз деген өтінішім бар. Ертеден келе жатқан көрші ақысы, тәңір ақысы деген сөз бар. Бұл сөздің шығу төркіні діни аңыздарда былай баяндалады екен. Мұхаммед пайғамбар миғражда бір бейбақтың екінші бір кісіге жабысып, соңынан қалмай жүргенін көреді. Ол қайда барса, хақымды бер деп қасынан бір елі ажырамайды. Ей, бұл адамда не ақың бар? Не істеді саған деп сұрайды. Бұл кісіде менің алынбаған ақым бар дейді. Қандай ақы? Бұл менің көршім еді. Алла оған байлық берді. Ауласынан үнемі ауқатты адамдар арылмайтын. Ал мен өте кедей пақыр болдым. Күнде оның есігіне сығалап, телміріп тұратынмын. Ол маған көзінің қиығын да салмайтын. Бала шағам аш жатты. Бір татым нанға зар болдым. Алла дәулетті бір басына үйіп бергенде, ішіне кедей кепшіктің де несібесін берген еді. Бұл байлығын қажетсіз жерге шашты. Қияметте екеуміз қатар келіп, Алла берген сол қақымды сұрап жүрмін дейді. Пайғамбар бұрынғы байға қараса, мүсәпір күйге түскен екен дейді. Көршісіне қарауға беті шыдамай қарайып кетіпті. Пайғамбардың алдында жер шұқиды. Пайғамбар көрші ақысы, тәңір ақысы, көршісіне қарайдаспаған, халын сұрамаған адам менің үмбетімнен емес дейді де жүре береді. Расулдың бұл сөзі дүйім үмбетке таралып, кейінгіге үлгі өнеге болыпты. Көршінің ақысы деген ұғым осы кезден бастап дәстүрге енген екен. Діни наным бойынша Құдай тағала алдына келген момыннан көршіңмен тату болдың ба деп сұрайды екен. Көршісіне қиянат жасаған адам тозақтың отына түседі. Ал көршіңмен тату тәтті өмір кешкендердің жаны жұмақта болады. Ел аузында жақсы көрші туралы мағыналы хикая бар. Ертеде Ұлықпан хакімнің бір шаһарда екі үйі болыпты. Бірі хан сарайындай үлкен болса, бірі құр құлтайдың ұясындай шағын жұпыны екен. Бір күні Ұлықпан үйін сатып, өзге қалаға көшпек болады. Кең сарайлы үйін арзанға, ал лашығын қымбатқа бағалайды. Алушы түсінбей, оның мәнісін сұрайды. Ұлықпан хакім, мына үйім лашық болғанмен, көршім жақсы адам. Ондай көршіні Алла өзі нәсіп етпесе, шаммен іздеп таппайсың. Сондықтан үйдің құнын емес, абзал көршімнің бәсін қымбатқа бағаладым. Екінші үйім сән салтанатты боз үй. Бірақ көршім нашарлау кісі. Онымен қоңсы болған кісінің қуанышы аз болады. Ол үйді арзанға сатқан себебім сол дейді. Қоныс сайламас бұрын көршіңді сайла. Үй алма көрші ал деген мәтелдер Ұлықпан хакімнен қалған екен. Көрші жайлы қазақ арасында да ұлым жақсы болсын десең, ұлы жақсы мен, қызым жақсы болсын десең, қызы жақсы мен көрші бол деген сынды мақалдар бар. Көрші қақсы, тәңір ақысы. Көрші қолайлы болса, қора кең. Көрші де көршіден тәлім алады. Ақылды көрші төрің, ақмақ көрші көрің. Жақсы көрші саяң, жаман көрші шаян. Қожаменен көрші болдым, бер дейді, шебермен көрші болдым, көр дейді. Ауласы бірдің ауасы бір,
Қадіріңді білгің келсе, көршіңнен қарыз сұра. Иесіне керек болса, көршісіне өкпелемейді. Жақсы көрші тапқаның, мол олжаға батқаның. Бір-бірімен көңілдері суыспай, қатар қонған екі көрші туыстай. Сапарға шықпас бұрын серігіңді сайла, үй салмас бұрын көршіңді ойла. Жақсы көрші болсаң мақтар, жаман көрші болса даттар. Өзіңе өзің берік бол, қонысыңды ұры тұтпа. Жаман көрші көңіліңді қалдырар, жақсы көрші жұлдызыңды жандырар. Жаман көрші асыңды бағар, жақсы көрші басыңды бағалар. Отты түрте берсең өшет, көршіні түрте берсең көшет дейді. Көршің шақырса, бір жеңіңді киіп, бір жеңіңді кимей бар. Құдай күні қоңсыдан, көршің қорқақ болса, үркіді өлтіреді. Туыс атадан, көрші Алладан, көрші қадіріңді не түйе, не диірмен қайрат деген мақалдарды тегіннен тегін айтылмаса керек. Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, менің бүгінгі алған тақырыбым ұнаса, пікір бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Арнаны қолдау мақсатында арнаға тіркеліп, лөпіл қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Қазақ тілді арнаның дамуына сіз болып, біз болып бірге үлес қосайық. Ендеше, құрметті менің оқырмандарым, егер осындай ғибратты мағыналы әңгімелер тыңдағыңыз келсе, менің арнамнан алыстамаңыз. Ол үшін жоғарыда айтқандай арнаға тіркеліп, лөпіл басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Және менің арнамнан қандай әңгімелер тыңдағыңыз келеді, пікір бөліміне қалдыра кетіңіз. Мен сіздерді өзімнің арнамда күтетін болам, қымбатты менің оқырмандарым. Хош, сау болыңыздар.